сұрақ кімде қалып еді? Кім? Тимур? Саламатсыздар, қош келдіңіз. Адвокатпын деп жатсыз ғой. Енді ағамызды білеміз. Кеше Жансаян айтып қалған сөзі бар. Сыртта бір шаруамды шешіп жүргем деген. Басқа адамның адвокаты болып жүрген сияқты, Ринат көкеміз. Мына жерде былай ғой, басқа шаруа деп жатсың ғой. Ол енді бөлек әңгіме. Ол жобаның сыртында, ол жоба басталмай тұрып болған оқиға. Оны қозғаудың қажеті жоқ, Тимур. Бұл негізі жеңіл қарайтындай нәрсе емес та. Сосын досым деп жатыр. Жансая мүмкін дос ретінде қарайтын шығар сізге. Но бірақ сіздің кеше көзқарасыңызды көрдік. Оны жалғыз мен емес, басқа да қатысушылар көрді деп ойлаймын. Бір басқаша көзбен сіз қарадыңыз оған. Сіз мүмкін. Осы мүмкін дегеннен кейін келген үміткердің үміті ақталмай қала ма деп содан қорқамыз да біз. Сыртта сіз барлығын бақылап, басқа адамдарды көріп жүрсіз. Нақты айтасыз ғой басқа адамдарға тиісіп. Андай ғой, Тимур, андай, мен былай айтайын. Қалай түсіндірсе болады саған. Адамның орнын адам басатын адам болады. Мүмкін сондай адам келіп olған шығар. Оны бүйтіп артық айтудың қажеті жоқ. Сен Жансая екеуміз арамыздағы әңгімені білмейсің. Сен просто біздің көзқарасымызға қарап әңгіме айтып отырсың, иә? Дұрыс? Бірақ сен біздің қандай әңгіме айтатынымызды түсініп алсаң, содан кейін можна сөйлеуіңе ше. Жоқ, мен сөзімді аяқтап кетейін, жаңа айтып жатыр ғой. Біз қалдық дос боп деп. Жаңа адамның орнын адам басады деп жатыр. Бірақ ол орнын басу үшін ол адамды сен ұмытуың керек та толықтай. Вот содан кейін басқа адам басу мүмкін ол орынды. Салтанат? Мен осы жерде айтып кетейін деп едім ғой. Негізі Венера ханым қош келдіңіз. Ринаттың барлық бөлінетін вниманиясы ол тиктокта андай сообщение ретінде жіберіледі. Мен тиктокқа кірдім стримге, менің стриміма кір деген сообщение ғана келеді. Бұл кісіден сондай внимание ғана күте аласыздар. Және осы жерде отырған кезде оның басқа қызға деген абыройын түсіру оған, то есть кетар емес нәрсе да, ол всегда сөйтіп жасайды. Және ертең де ол кісі айтуы мүмкін, мен Жансаяны жақсы көремін, бірақ та мен үміткермен кездесе беремін деген әңгімелер де айтуы мүмкін. Венера ханым, сіз өзіңізді сыйлайтын әйел ретінде мен сізді көріп отырмын. Сіз сондайға көзқарасыңыз мысалы үшін қандай? Мен танысын, білсін, содан кейін өз шешімін шығарады ғой. Баласаға мен мына жерде айтып жіберейінші, иә? Бір минутта қатысушылар. Кім Салтанат? Мен сені абыройын түсіретінен не істедім? Айтшы айналайын. Тикток, микток. Ол не керек? Сен мысалы өзіңнің же андай. Кездесудің алдында барып данада. Желанием болмады сен мен кездесуге болды ма? Қазір бар ғой. Мен Балауса ханым, мен қазірдің өзінде де Балауса ханым. арнамызда тиетіндей сөзге түсіретін мен оған лишний ләм әңгіме айтпаймын. Бірақ айтып отырған әңгімесі екінші класстың әңгімесі болды. Сен екінші класс, сен күшті әңгіме айтып отырсың. 11-ші классың, Ерхан. Жай, өте ұят тірлік. Сен біріншіна келіп отырған үміткерге бір дендір сұрақ қоя алмадың ғой, жаным ау. Елдің өсегін тыңдағанша кішкене сұрақтарың дайындасаш, екі сөздің басын қосып әңгіме айтамай отырсың ғой, сен мына жерде отыр. Не қыздардың абыройын түсіріп отырсың? Болады ғой, 34 жастасың ғой сен. Өзіңе не керегін нық білесің. Келіп отыр. Не сұрақ? Дым сұрақ қойған жоқсың. Бір сұрақ қойған көрген жоқпыз. Тұрдың да қатысушылар қоя берсін. Не ұрсу ғана керек па саған сонда осында отырып алып? Шерхан, сен өзіңе не керек білесің ба? Сіз жайлы айтылып жатыр. Нақты сіздің әрекеттеріңіз, сіздің қарым-қатынасыңыз жайлы. Шерханның өзіне не керек екені, ол менің шаруам емес дәл қазір. Нақты сұрақ қойылды. Не болды? Неге сіз сұрақ қоя алмадыңыз? Балауса ханым, өзіме керектігін сұрадым, болды. Ал Жансаяға байланысты, мүмкін деген сияқты сөздерді айтып отырсыз. Салтанатқа байланысты, құлқын болмады кездесуге деген сияқты айтып отырсыз. Бір сіздің ашуыңызға тиіп, осының барлығын айтатындай дүние айтты деп ойламаймын Салтанатты. Балауса ханым, Жансаяға келетін болсақ, мен басына шыққан кезде айттым, просто біз доспыз деп. Ол бір. Екіншіден Салтанат, мен саған баяғыда айттым, мен сенің арнамыздың төгетіндей, мен саған ештеңе айтқан жоқпын. Сен просто маған келіп айтасыз да осылай. Үйтет, оны әңгіме қыстырудың қажеті жоқ. Басқа сұрағым жоқ па, қоймай-ақ қой онда. Сіз неге ашуланып оған атылып отырсыз, Ринат? Жоқ, Балауса ханым, мен бұл қызға неше рет ескерттім, Балауса ханым. Мен сені арнамыз... Не деді бұл кісі айтты? Бұл кісінің жасайтын бар көңілі, стримға кір деп айтады, болды деді. Көргенін, білгенін айтып отыр. Бір Салтанатқа ұрсып жіберетіндей ештерсе жасады деп ойламай.
Я Баласа ханым, сіз мені дұрыс түсіндіңіз. Негізі мен бұл жерде айтқым келгені, бұл жерде Ринат, мысалы үшін, эфирда отырған кезде, біздің кездесуіміздің алдында Дананы, мысалы үшін, кездесуге шақырды. Сондай мұндай әрекеттері болды да. Және сен Ринаттың бұл жерде айтып отқаны, мен оны кездесуге шақырғым келмеді деген, ол өтірік әңгіме. Енді Ол алдында қанша рет айтқан болатын. Мен целый серенадамен ал кеткім келіп отыр, бірақ та өзі шықпады деген әңгімелер болды. Және осы жерге әдемі қаза әрекеттерін жасаған болатын. Қазір айтып отқаны просто андай бар ғой. Тек қана андай абыройына тигізу үшін ғана айтады. Бұл тек қана маған қатысты емес, бүкіл отырған қатысушыларға өзінің оған әдемі сұрақтар қойылып жатыр. Мысалы үшін осы арада да, оған жауап бердің орнына, ол атам заманда болып кеткен нәрселерді қазбалап отыра береді да. Жаныбек. Осыған негізі мында Шерхан айтып жатыр ғой. Жалпы мен байқағанымша осында Бүжай отырса бәрі шымшып сөйлейді Бүжайға, бәрі жаман айтады, жаман дүние. Сол кезде Бүжайдың да реакциясын білуге болды. Неге бір дұрыс адвокатын сұрақ қоймайсыңдар? Бүжай отырса болды, Бүжай сен сондайсың, сен тиктокерсің деп бәрін тиктокта отырасыңдар былай кетсе негізі. Және де қобалжыған себебі Балас ханым, жас қыз баласы келгеннен кейін бұл қобалжыды. Оғанға дейін көбінде біз байқайынша енді өзіне үлкен азаматшалар келетін. Бұл жолы жас қыз баласы келгеннен Бүжайдың өзі таңғалып қалды. Содан кейін қобалжыған жайы бар. Содан кейін бізге сұрақ қойыңдар деген, біздің сұрағымыз қандай болды? Бүжай сен тиктокерсің, Бүжай сен анандайсың, Бүжай сен мынандайсың. Әрине содан кейін бұл қалайша ашуланбайды. Жанболат. Жаныбек періште болудың керек жоқ мына жерде. Мен сұрағым прямой Ринат саған. Мына жерде меншілік болып көкірегін керіп отырудың керек жоқ. Не әңгіме мынау? Мен сенімен кездесуге желанием болған жоқ деген. Мына жерде жасы үлкен аға бауыр сенсің. Өзің сұрап алған таныстық мына жерде ойбай деп сюрприз жасадың. Оның бәрін келіп сенімен желанием болған жоқ деген. Не әңгіме ол? Қайсасы отқан ол? Андай ғой Жанболат, өзің бастап бір-екі рет шақырасың. Дұрыс па? Мен саған просто айтайын. Ол саған отказ береді. Дұрыс па? Мен подружкалармен анда баруым керек, мен мында баруым керек. Адам содан желаниесі қашады ғой, дұрыс па?